Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге жаңа тақырыпты өтетін боламыз. Бұл тақырыпты сіздер міндетті түрде соңына дейін қарап шығыңыздар. Бүгінгі біздегі тақырып керек деп айтылады. Керек дегенді біз білеміз, қазақ тілінде тек бір ғана сөзбен айтатын боламыз, Ал орыс тілінде оның бірнеше атаулары бар екен. Қазір біз соған барлығына тоқталып өтетін боламыз. Орыс тілінде біз оны нужен, нужна, нужна, нужный деген сияқты осы төрт сөзбен қолданатын боламыз. Сабақты соңына дейін қараңыздар. Нуженді біз мужской родтағы сөздерде қолданады екенбіз. Қазір сіздерге бірнеше мысалдармен көрсететін боламын. Ал нужно деген бізде ол женский родтағы сөздерде қолданылады. Ал нужно деп жазылады, яғни бұл да нужно деген бұл да средний родта. Ал нужный деген көпше түрдегі сөздерде қолданамыз. Енді бірнеше мысалмен көрсетейін. Мне нужен телефон, маған телефон керек. Мне нужен сок, маған сок немесе шәрбат керек. Мне нужен холодильник, маған тоңазытқыш керек. Бұл жерде барлығы мужской родта тұр. Мне нужна сумка, маған сөмке керек. Мне нужна книга, маған кітап керек. Мне нужна собака, маған ит керек. Бұл жерде соңы барлығы женский родта тұр. Келесі, мне нужно яйцо, маған жұмыртқа керек. Мне нужно кресло, маған орындық керек. Мне нужно варенье, маған тосап керек. Бұл жерде барлығы средний род болып тұр, сондықтан нужно сөзін қолдандық. Келесі көпше түрге мне нужны книги, маған кітаптар керек. Мне нужны карандаши, маған қарындаштар керек. Мне нужны цветы, маған гүлдер керек. Керек деген сөзден соң глагол тұрса, онда нужно, яғни нужно сөзін қолданатын боламыз. Яғни ол жерде ешқандай да родқа қарамайсыздар. Міндетті түрде глаголдың алдында нужно сөзі қолданылады. Мысалы, мне нужно купить продукты, маған азық түліктер алу қажет, Купить бізде етістік болып тұр, сондықтан алдына нужно сөзін қолдандық, яғни нужно болып жазылады. Келесі, мне нужно позвонить маме, маған анама хабарласуым керек. Бұл жерде тоже позвонить деген бізде етістік болып тұр, сондықтан да оның алдына нужно деген сөзді қолданған боламыз. Не только мне, жаңағы бізде көп мысалдарда мен мнемен сіздерге көрсеттім, бірақ одан басқа тебе, ему, ей, нам, вам, их деген сияқты есімдіктерді қолдансаңыздар да болады. Және сол есімдіктерден кейін нужно сөзі болады. Одан соң кез келген глагол етістікті қолданамыз. Мысалы, тебе нужно арендовать машину. Саған машинаны жалға алу керек. Келесі. Вам нужно сходить в магазин. Сізге дүкенге бару керек. Сходить бізде етістік, вам деген ол бізде есімдік болып тұр. Қазір достар, міне сіздерге тапсырма жасап қойдым. Бұл жерде жаңағы нужен, нужна, нужна және нужный деген сияқты сөздерді қойып шығуларыңыз керек. Соны комментарияға жазып жіберіңіздер. Ал достар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Біздің Білім.го YouTube каналына тіркелуді, лайк басуды және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, себебі біздің арнамызда сіздерге тіл үйренуге арналған түрлі ақпараттармен танысатын боласыздар.